Раббымыз айтады, Алла жақсы көруші, яғни сүйіспеншілігін көрсетеді, біздерге ерекше мейірімді. Сол үшін Алла Тағала өзінің құлдарына арнаған құдси хадисінде Алла Азза ва Джалла былай дейді: ей адам баласы, қолында билік болғандардан қорықпа, қашан менің сұлтандығым барға дейін. Ал менің сұлтандығым еш уақытта жоғалмайды. Ей адам баласы, ырзықтың жетпей алуынан қорықпа, себебі менің қазыналарым толы, және ол ешқашанда сарқылмайды. Ей адам баласы, сені ғибадат үшін жараттым. Ендеше өміріңді босқа өткізбесеңші, мен ризығыңды дайындап әрі сақтап қойдым. Өзіңді шаршатпасаңшы, дұрыс түсінбей қалмаңыздар. Бұл жерде денені шаршатпау туралы емес, өзіңнің жүрегіңді ризық туралы қобалжулармен шаршатпау туралы айтылған. Денелер жұмыс істейді, ал жүректер Аллаға тәуекел етеді. Сені ғибадат үшін жараттым. Ендеше өміріңді босқа өткізбесеңші, мен ризығыңды дайындап сақтап қойдым. Өзіңді шаршатпасаңшы. Айбандылығым және ұлылығыммен ант етейін, берген нәрсеме разы болсаң, сенің жүрегің мен денеңді тыныштыққа бөлеймін, және алдымда мақтаулы боласың. Ал егер сен берген нәрсеме разы болмасаң, ұлылығым және айбандылығыммен ант етейін, дүниені саған әбігер қыламын. Ал сен жерде ендіккен жануардай тентірейтін боласың. Бірақ сонда да менің үлестіргенімнен артығын ала алмайсың. Ей адам баласы, мен аспандар мен жерді жараттым, бұл маған қиын болған жоқ. Сені бір тілін нанмен қамтамасыз ету мені әуелесің бе? Ей адам баласы, менен ертеңгі күніңнің ризығын талап етпе. Мен сенен ертеңгі амалдарыңды сұрамағанымдай. Ей адам баласы, мен сені жақсы көрем, бұл басында айтқанға қатысты. Мен сені жақсы көрем, менің оған хақым бар, ендеше мені де жақсы көрсеңші.